Енді кезекте көрсететініміз бұл тек қана планшеттер емес, жай ғана смартфондармен де басқаруға болатынын көрсетпекшіміз. Мысалға, яғни бұл смартфон арқылы жұмыс істеуге қабілетті. Мысалға, біз енді лампа бір емес, енді кезекте зал деп өзгертіп алдық. Яғни зал сөзі арқылы жағып және де өшіреміз. Зал. Және де бұны өшіру қажеттілігі туындаған кезде зал. Және де екінші лампа кухня. Кухня. Және де бұны қолмен басқару жүйесі де жақсы орнатылған. Яғни зал батырмасын басу арқылы біз оңай қосып және де өшіреміз. Және де екінші лампаны қосып өшіруде жүйесі орнатылған. Осы арқылы біз өз уақытымызды экономдаймыз.